Сәлем құрметті көрермен, бүгінгі біздің кезекте өтетін тақырыбымыз reading a cosmopolitan city from this workbook, page number 20. Workbook'тағы 20-шы беттегі тақырыпты өтіп жатырмыз. Бұл жерде тақырыбымызда бізде мәтін берілген, кішкене ғана Розаның жазылған, сол Эринге жазылған хаты. Осы мәтінді біз мұқият оқып түсініп алуымыз керек, себебі барлық астындағы берілген тапсырмалар осы мәтінмен өте тығыз байланысты. Кеттік. Бірінші мынау мәтінді біз аударуымыз керек. First, hi Erin. Сәлем Эрин. A нұсқасы. Бұл жерде бізде A, B, C, D, E нұсқаларына бөліп берген, яғни параграф десек те болады. Бірінші A нұсқасы. I'm in the Canadian city of Montreal with my mom and dad. It's a fantastic city. My aunt lives here and we are with her for a month. Бұл жерде не делінген? Сәлем Эрин. Мен, әкем және анашыммен дәл қазіргі уақытта канадалық Монтреал деген үлкен қалада тұрып жатырмыз. Ол жерде өте керемет тамаша қала болып табылады. Және де менің әпкем осында тұрады. Біз ол жақта бір айдай бойы тұрып келе жатырмыз. Бұл A нұсқасы. Окей, B нұсқасында. Montreal is a very interesting place. It's the biggest bilingual city in the world. A lot of people speak English and French. People speak to me in French in the shops, but when I don't understand, they speak in perfect English. Бұл жерде не делінген? Монтреал қаласы өте қызықты жер болып табылады. Ол үлкен, әртүрлі жаңағы билингвал дегеніміз әртүрлі тілде сөйлесетін қаланы айтады, және үлкен экономикасы үлкен, және әлемдегі ең үлкен қала болып табылады деп жазылған. Және де көптеген адамдар ағылшын және француз тілінде сөйлейді дейді. Адамдар, егерде мен дүкенде болсам, адамдар маған француз тілінде сөйлейді. Бірақ мен егерде мен түсінбей қалған жағдайда, олар маған ағылшын тілінде сөйлейді дейді. Окей, C нұсқасы. Mom speaks French fluently. She uses her French every day, but she doesn't understand some Canadian French words. Анам дейді, француз тілінде өте керемет тамаша сөйлейді. Ол осы француз тілін күнделікті қолданады дейді. Яғни қолданады деген, яғни сөйлеседі деген сөзде мағынасына беріп тұр. Бірақ ол канадалық француз сөздерін, кейбір сөздерін түсінбей қалады дейді. D нұсқасы. Montreal is very friendly and there are people from many different countries. We go to Italian caves in the Little Italy part of the city or to Chinese restaurants in the Chinatown area. Монтреал қаласы өте досшыл қала болып табылады, және ол жерде адамдар әртүрлі елден келген дейді. Көптеген елден келген адамдар тұрады дейді. Және де біз Little Italy деген атты қаланың бір жеріндегі Little Italy деген атты кафе, итальяндық кафеде барып тұрамыз дейді, және немесе дейді Chinatown деген бір квартал бар, сол жақта Chinatown деген атты ресторанға барамыз дейді. Қытайлық ресторанға барамыз дейді. Ары қарай E нұсқасы. My favorite place is the Montreal Park. It's got an amazing view of the city. Менің сүйікті жерім дейді осы Montreal Park, яғни саябағын, сонда Montreal атты саябағы. Ол жерде не үшін сүйікті жер болып табылады? Себебі дейді, ол қалаға деген өте керемет көрініс беріп тұрған жердің бірі болып табылады. Сол үшін маған ол өте қатты ұнайды дейді. Құрметпен Роза деп жазып қойған. Окей. Жалпы мағынасы бәрі түсінікті. Енді бұл жерде бірінші тапсырмада exercise number 1, read the text, оқыдық. How many nationalities and languages are mentioned? Tick the correct box. Не істеуіміз керек бұл жерде? Біз мәтінде дейді
қанша ұлтпен және де тілдерді айтып кеткен дейді. Яғни бұл жерде әрине 5 түрлі B нұсқасы болады. 5 жауабы. Окей, кеттік ары қарай. Exercise number 2. Read the text again. Бұл жерде мәтінді қайтадан оқыды және де мынау берілген 4 түрлі сөйлемге сәйкес нұсқаларды белгілеп шығамыз, иә? Мысалға, family деген бізде отбасы. Отбасыда қай параграфта меңзеген екен? Әрине, family бұл жерде A нұсқасы болады. Себебі бұл жерде өзінің әкесі мен анасын айтып кетеді. Окей, the second, different languages. Әртүрлі тілдер. Әртүрлі тілдерде қайсы болады? B нұсқасы. B нұсқасында бұл жерде айтылған әртүрлі жаңағы bilingual city және де speak English and French деп айтып кеткен. Сондықтан B нұсқасы болады. Үшінші тапсырмада бұл жерде a place to visit. Посещать, яғни баратын жерлер дейді. Ол қандай жерлерді айтып кетеді? Бұл жерде үшіншіде бізде D нұсқасы. Жаңа айттық қой, D нұсқасында қандай жерлер, яғни Chinese restaurant және де мынау Little Italy, Italian caves деп қойғанбыз. Сондықтан D нұсқасы болады. Соңында бұл жерде Rosa's mother. Розаның анасы жайлы бұл жерде қай жерде айтылып кеткен? Әрине C нұсқасы. C нұсқасына себебі mom speaks French fluently деп айтып кеткен, сондықтан C нұсқасы болады. Окей. Next, exercise number 3. Complete the sentences. Бұл жерде берілген бос орындарды басын бастап берген осы мәтінмен байланысты және де біз аяқтауымыз керек. Okay, the first will be Rosa is in Montreal with her mom and dad. Mom and dad болады жауабы. The second, she is in Montreal for 4 weeks. Бұл жерде мәтінде 1 ай болса, ондай болса 4 апта болады. Аптаны берсе, онда 4 дейміз. Okay, people in Montreal speaks English and French. English and French болады. The fourth, Rosa's mother doesn't understand some Canadian French words. The fifth, people from different countries live in Montreal. And the sixth, Rosa's favorite place is the Montreal Park. Okay, next exercise number 4. Answer the questions, write complete sentences. Бұл жерде сұрақтарға жауап береміз және де жауап бергенде мәтінге қарап жауап береміз. Мәтіннен аламыз жауабын. Okay, the first question. How long is Rosa with her aunt? The answer will be she is with her for a month. Екінші, what does Rosa think of Montreal? She thinks it's a very interesting place. Жауабы. Үшінші, is Rosa good at French? No, she is not good at French. The fourth, what does Rosa's mother do every day? She uses her French every day. Енді мына сұрақтардың аудармасы түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Жаңағы сөздер ғой, жауаптары да түсінікті шығар деп ойлаймын. Жауаптары осылай болады. Ары қарай 5. Where does Rosa eat? Роза не жейді дейді? Қай жерде жейді дейді? Тамақтанады, яғни. 5. Rosa eats in Italian caves or Chinese restaurants. And the 6. Why does Rosa like the Montreal Park? Because it's got an amazing view of the city. Well, next exercise number 5. Бесінші тапсырмада не істеуіміз керек? Бұл берілген кестенің ішіндегі сөздерді біз бос орынға қойып, мағынасына қарап жазуымыз керек. Бірақ бұл жердегі берілген сөздердің барлығын көпше түрге түрлендіреміз. Plural form деп жазып қойған шартында. Okay, the first sentence. My father visits a number of countries for his work. He's in Germany now. Бұл жерде жауабы countries. Country'дан шыққан. Екінші, how many people are on this train? More than 600, I think. Бұл жерде енді people'ды қайдан алдым? Person. Себебі бұл жерде вагонда, яғни пойызда қанша адам бар дейді? 600 адам бар деп ойлаймын деп тұр. Окей, next.
London is very cosmopolitan. There are a lot of different nationalities in the city. Яғни бұл жерде қаланың меңзеп тұрған соң nationality дегеннен көпше түр nationalities ұлттар деген сөз. Okay, next. I don't like supermarkets. I prefer small shops. Мен супермаркеттерді ұнатпаймын. Мен кішкене ғана шағын дүкендерді қалаймын дейді. Шоптан бізде shops деп көпше түрге түрлендірдік. Okay, the fifth. At our school we have different students for boys and girls. Жауабы student-тан students болды. Okay, next. Бесінші. Classes, кешіріңіздер. Classes болады. Classes for boys and girls. Алтыншы. There are a lot of art students at the university. Бұл жерде енді алтыншыде students. Student-тан шыққан. Көпше түрі болады students. Жеті. Carlos speaks two English words, hello and goodbye. Бұл жерде word болған соң words көпше түрде болады. Не үшін word? Себебі Карлос тек қана ағылшын тіліндегі екі сөзді ғана біледі дейді. Сондықтан сөз деп біз мына жерде wordті алып қоямыз, words. Окей. Біздің сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.